Сәлем достар, сендермен Дантон. Және де алдыңғы видеороликте маған біреу қалай сен сияқты біреу жасайды соған видео түсір деп комментарий жазды. Мен деген осы адамға көмектескім келді және басқаларыңа да. Мен осы видео сендерге ұнайды деп ойлаймын. Ал біз кеттік. Біріншіден біз фотошопқа кіреміз. Осымен бір сой создать етеміз. Сой создать үшін біз деген файлға кіреміз. Сосын создать дегенді басамыз. Ширина мен біз адам 380-ге қоямыз. Разрешение дегенді 72-ге қоямыз. Сосын пиксели, сосын дюйм деген қоямыз. Цветовой режим дегенді RGB дегенді қоямыз. Сосын содержание фона дегенді прозрачный қоямыз. Сосын 8 битке қоямыз. Сосын окей деген басамыз. Любой бір фон таңдаймыз. Мен Казгоны фон таңдаймын. Любой бір фонды аламын. Мысалы осы пистолетпен тұрған осы фонды аламын. Сосын сохранить дегенді басамыз. Сосын оны фотошопқа лақтырамыз. Сосын окей дегенді басамыз. Сосын деген үлкейту үшін Ctrl T дегенді басамыз. Сосын ұзарту үшін птичка дегенді басамыз. Сосын текстер давайте еткенде әдемі болып тұру үшін бұлдырлап тұру керек. Бұлдырлап тұру үшін фильтр дегенді басамыз. Сосын размытие дегенді басамыз. Сосын размытие по голосу дегенді таңдаймыз. Сосын деген оны кішкене көбейтеміз. Мысалы мен деген 6-ға дейін қоям. Сосын деген текст давайте етеміз. Тексті салу үшін сосын дегенді басамыз. Сосын любой бір shift таңдаймыз. Мысалға мен деген смешарики фонд деген таңдаймын. Сосын деген мына жерге любой сөз жазамыз. Мысалы мен деген қалай деп жазамын. Сосын enter дегенді басамыз. Сосын деген ол тексті обработать ету үшін оны параметры наложение дегенді басамыз. Сосын обводка деген таңдаймыз. Сосын тип обводки деген цвет дегенді басамыз да ақ түсті цвет таңдаймыз. Тип ақ түсті цветпен үйлесіп тұрады. Сосын размер дегенді үлкейтеміз кішкене. Мен мысалы 5 пикс дегенге қоямын. Внешнее свечение деген таңдаймыз. Сосын кішкене цветті ашық етеміз. Сосын окей дегенді басамыз да непрозрачность дегенді көйтеміз 100-ге дейін. Размермен размақты да көйтеміз. Өзге қалай ұнайды солай істейсіздер. Мен деген күнсе осай оқып қоямын. Сосын окей дегенді басамыз. Оны деген құты болып тұр, сол үлкейту үшін Ctrl дегенді басып, сосын үлкейтеміз, сосын enter дегенді басамыз. Сосын тағы да тексттер жазамыз. Сосын деген арғалай обработать ете береміз. Достар, сосын біз деген новый слой создать етеміз. Ол слойды создать ету үшін слой деген таңдаймыз, сосын новый деген таңдаймыз. Слой дегенді басамыз. Сосын өзіңе ұнайтын бір цветті таңдаймыз. Өздеріңізге ұнайтын цветті таңдаймыз. Сосын оны жоғарынан және де астынан осай істеп шығамыз, қисық етіп. Сосын оны жандарына да істеуге болады. Мен оны бірақ істемеймін, кейде істеймін, кейде істемеймін. Сосын деген фильтр дегенді басамыз, размытие по голосу деген таңдаймыз, бұлдырлап тұру үшін. Сосын деген оны кішкене көбейтеміз, 60-ға дейін, мысалы 69-ға дейін оқып қойдым мен, осылай әдемі болып тұрады. Сосын мына жерге любой бір сурет қоямыз, мысалы немесе басқа Казго адамның немесе Майнкрафттың адамын оқып қоямыз. Сосын сохранить етеміз, сохранить ету үшін файл деген таңдаймыз. Сосын сохранить для веб деген таңдаймыз. Сосын дәл осылай мен настройканы істеп шығасыздар. Сосын сохранить дегенді басамыз. Сосын рабочий стол немесе басқа папкалерге де сохранить етуге болады. Сосын деген оны
файлдың атын өзгертеміз. Файлдың атын мен өтіріктен жасаймын. Сосын только изображение деген таңдаймыз да, сохранить дегенді басамыз. Сосын деген фотошопта шығып кетеміз де, сохранить деген шығып тұрады, содан соны нет дегенді таңдаймыз да, өшіртеміз. Сонда достар, бізде деген превью осындай болып шықты. Достар, егер сіздерге осы видео ұнаса, ұнау керек, негізі себебі мен осы видеоға көп тырыстым. Осы видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп және комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.